Ағайындар, біз әкемізге осылай қарай аламыз ба? Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям бір еврейге осылай қарады. Біз әкемізге осылай қараймыз ба? Өз шешелерімізге осылай қараймыз ба? Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге нені алып келді? Әкелерімізге қатты көзбен ашуланып қарап, жеркіп тастаймыз. Бірақ біз бұған бұйырылмаған едік. Былтыр Рамазан айында екінші ұлым Мұхаммед Али деген ұлым бар, қазір Түркияда оқиды. 10 жасында қари болған жігіт. Сол әке менің сабақтарым жүрмей қалды. Білмеймін, оқысам басыма кірмей жатыр деді. Сонда мен айттым, балам, маған қарағын деді. Сенің шешеңді алатын уақытымда да, өзім жақсы көрмесем де, өзім бір махаббат деген нәрсені түсінбесем де, әкемнің айтқандығы үшін, әкемнің разылығын алам, Аллахтың разылығын алам деп шешеңді таңдап алған едім. Алхамдулилlah, шешеңмен осынша өмір сүрдік. Міне сендер дүниеге келдіңдер. Мен сендерді бағатын жолымда бірде-бір үйге харам тамақ әкелген емеспін. Біреудің ақысына қиянат қылып, бір нәрсе алып келген емеспін. Сендердің халқымдарыңды харам қылатын нәрсені әкелген емеспін. Қолымнан келгенше оқыттым. Міне 10 жасыңда қари болдым. Міне алхамдулилlah Түркияда оқып атсың. Алланың алдында міндетімді орындадым деп білемін. Бірақ бір нәрсе бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның олық mübarek hadis-i şerifi var. Ol cennet analar ayağının astında deydi. Cennet analar ayağının astında degen hadis-i şerif var. Mana analarың otur. Bir hadisті тірілдіңдер. Mana ananın ayağını suyup bir dua kılsa, mümkün Allah senin zihninde, kol bedilinde aşar. Жаңа екі балам да аналардың аяғын сүйіп атыр. Анасы өкіріп жылап атыр. Балдар өкіріп жылап атыр. Мен айттым, иншаллах, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям бізге осы нәрсені өсиет етіп еді. Біз аналарымыздың аяғын сүйуге мәжбүрміз. Не үшін? Жалғыз ғана жәннат үшін. Atak bir general alı üçün emez, oybay bayvaça degen atak alı üçün emez, belkim cennette alı üçün, cennetin bağında bolu üçün, analардың ayağın suyu. Türkiye'nin prezidenti Tayyip Erdoğan